Сәлеметсіздер ма? Біз рейд болып жатыр ма, не болып жатыр өзі? Иә. Не рейд болып жатыр? Не рейд болғанда аудан әкімінің несі бұйрығында. Бері қарап айтсаңшы маған. Алло. Жоқ, айтсаңшы, не рейд болып жатыр? Халық не үшін тоқтатып жатсыз? Саламатсыздар. Неғып жауап бермейсіздер? Сәлеметсіз ба? Қалайсыздар? Жақсы? Бұл жерде не рейд болып жатыр? Мынау азаматтар не үшін тоқтатып жатсыздар? Мынау аудандық военкомат дейміз ғой. Сол Дейсіз ба? Бізде солай сол дейміз ғой. жердің бізге қатынас хат беру арқылы рейдтік шара өткізіп жатыр. Мынау отан қорғаушыларды өз еркімен бармағаннан сол себепті мына жерде тексеріп бармағандығы туралы. Не, ол бір қолдарыңызда бір құжат бар ма? Военкоматтың шығарған жаңағыдай бізге берілген несі бар. Көрсетіңізші құжатты. Оны басшы құрамнан аласыздар ғой. Неге сіздердің қолдарыңызда құжат болу керек? Басшы құрам береді ғой. Мен сізге сұрақ қою үшін қазір мен... Военкоматтан сұрастырыңызшы, вообще военкоматтан Енді сіздер тұрсыздар ғой, сіздер на основании чего тұрсыздар? Құжат бар ма қолдарыңызда? Біз қорғау іс-шара, мынау қорғау сергек бойынша, қорғау төленбеген айыппұлдары бойынша. Қорғау атқан жоқпыз, қорғау программасы бойынша тұрмыз. Міне ешкімді қорғамаймыз, жүйе бойынша төленбеген айыппұлдарды өндіру байланысты. Оны біз білеміз. Кешіріңіз. Сіз қорғау өйтіп не қылмаңыз. Біз қорғау іс-шарасы бойынша сергекке мына жерге қойылғанбыз. Сол жерде біз тұрмыз. Приказ көрсетсеңізші. Төленген айып. Не приказ керек сізге? Енді қолыңызда на основании программа тұр мен. Көрсетсеңізші, көрейік. Программа. Пожалуйста, программа қосамыз, программамен тұрамыз міне. Онсызда сергекте автоматически штраф түспей ма? Төленбеген айыппұлдар бойынша, төленбеген айыппұлдарды айыппұл енді автоматически түспей ма? Өткені бойынша соны ескертеміз. Енді төлемесе ол ары қарай екі есе болады. Одан кейін ескертеміз. әкімшілік іс қозғалады. Міне программа қорғау деген іс программамыз бар. Осы бойынша тұрамыз біз. Мына жерді қосамыз. Осы бойынша осы жерде тұрамыз. Қалай қай күндер? Жаңа армия шақыру дегеніңіз енді қорғау деп жатсыз. Соның қайсысы? Армия шақыру. Міне военкомат жанымызда тұр. Осы сұрақ қойсаңыз болады. 2024 жыл. Кән военкомат. Военкомат қызметкерлері қайсысы? Қайсысы? Мына кісі ма? Сәлеметсіз ба? Мына кісі военкомат қызметкері ма? Дәулет. А сіздерші? Біз әкімшіліктеміз. Қай әкімшілік? Өзімізді. Жоқ, айтсаңшы қай әкімшілік екен? Төле би ауданы ба? Иә. Не қызмет атқарасыз? Әскери есеп бойынша. Аты жөніңізді айтсаңшы. Ано жігітке барыңыз. Сонда сіздер балдарды күштеп әкетесіздер ма? Ано жігітке барыңыз. Ол жігіт қашып кетті ғой? Әкімшіліктің именно осы қорғаныс істер жөніндегі басқарманың несі? өкілі. А сіз? Біз әкімшіліктеміз. Әкімшіліктенсіз ба? Иә. Мемлекет қызметкер болсаңыз, сонда толық аты жөніңізді қызметіңізді жөндеп айтсаңшы? Или бүгінгі таңдағы мемлекет қызметкерлерінің бейнесі осындай болу керек па? Не айтуым керек? Қызметіңізді айтыңыз. Бұл жерде участковыйлармен, сосын жол патрульдік барлық қызметкерлермен не сұрақтарыңыз істеп тұрсыз? мынау өкілі отыр. Сіз жауап бере алмайсыз ба? Мен рейдке шыққан адам. Енді айтсаңшы қандай адам екеніңіз? Қандай праваңыз бар сіздің рейдте жүруге? Неке өздері не үшін не істеп жүрген өздері де білмейтін сияқты. Военкоматтың өкілі отыр. Енді ол кісі неғып кетіп қалды ол жаққа? Неге жауап бермейді? Қаулысын, иә, берсін қаулысын. Көрсетеймін. Кеп тұрады. Қаулы, алып келші қаулыңды. Дұрыс қой, енді барлығы заңды болса неге ол кісілер көрсетпеске? Аудан әкім қаулысын да алып шығып көрсетіңіз. Сәлеметсіздер ма? Таныстырыңыздар да қаулын алып беріңіздер, көрсетіңіздер рейдтік шара. Бар ма? Болды, алып беріңіз қазір, көрсетіңіз. Алып береді қазір. Мына кісілер де сол саланың қызметкерлері ма? Иә, А неге жауап бермейді бұлар? Сәлеметсіз ба? Сіздер рейдте жүр дейді ғой, қаншалықты рас? Иә, рейдте жүріңіздер. Не, қандай рейд? Шешім бар ғой қаулының. Аудан әкімінің қаулысымен Көрсетсеңші қаулын. көрсетеді, қазір алып келеді ғой. Қай жерде? Машинадан алып. Қаулда не жазылған, оқығансыздар ма? Иә, осы рейдтік шара. Атауы қандай? Рейдтің? Әскер жасындағы балдарды повестка таратылған барлығына. Қандай повесткада не деп жазылған? Жоқ, кәдімгі 18 жасқа толған балдарға повестка таратамыз ғой біз әр ауылдан. Енді ауылға барып таратпайсыз ғой, жеті жолдың торабында не істеп тұрсыздар? Таратылған ғой оның барлығына. Балдар келмейді, әскерге барғылар келмейді. Не үшін барғысы келмейді, қалай ойлайсыз? Әскерге ма? Иә. Енді әркім әртүрлі. Идеология дұрыс емес па? Қазір мына болып жатқан жағдайларға байланысты көбісі қорқады. Аты жөніңіз? Менің аты жөнім Есімбаев Марат.
қызметіңіз? Тасарық ауылдық округ әкім аппаратының бас маманы. Рахмет, қолыңызда қаулы жоқ бірақ, дұрыс па? Қаулы бар осы жерде қазір. Осы жерде онда жерде жатыр ма, ілініп тұр ма? Жоқ, ана машинадан алып келуге кетті ғой. Бір машинадан бір машинаға ол қаулы не ма, алтыннан жасалған ма? Оны көбейтіп алуға болмай ма? Жоқ, болады ғой енді, ол оригиналы да бізде тұрған біреуі. Ол маған копиясын көрсете беріңіз. Қолыңызда жоқ па? Жоқ, мен машинам емес қой бұл. Рөлде отырсыз ғой онда. Телефонда анау Фейсбукқа материалды жариялап отырмын. Фейсбукқа маған, менде сізде возможность бар, материал маған жариялайсызшы. Тікелей эфирге шығара салайын. Жоқ, ол Сонда сізде үлкен мүмкіндік бар қазір. Жоқ, ол жайында емес материалдар. Біздегі аудан әкімшілігінің материалдары да. Түсінікті. Рахмет.